Басында миы жоқ, өзінде ой жоқ. Кекшіл кердең наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде. Алла тағала әркімге шамасы жететін сынақты жібереді. Өкініштісі кейде біз түсінбей қалып, басқалардан көмек сұрап, мөлиіп, өзімізді төменшектетіп аламыз. Адам өзінің ішінде не бар? Өзгелерден тек соны көреді. Өз кемшіліктерін мойындай алатын адам өзгеден кемшілік іздемейді. Адамдар бірін-бірі түсінгенше жарты ғасыр өтеді, ал бір-бірін қадіріне жеткенде өмір бітеді. Ешкім мінсіз емес. Өз қадірін білетін қанағатшыл адам өзгеге қызғаныш жасамайды. Пейілі кең болғандықтан бақытты өмір сүреді. Өзімшіл, бейшара адамдар өзгенің жақсылығына іші күйіп, қызғаныштан жарлардай болып өмірін қайғырумен өткізеді. Өсер елдің ақыны көп, өшер елдің әкімі көп. Өзіңнен биікті күндеме, өзіңнен төменді жүндеме. Үн болмаса, гүл болмаса, бұлбұл деген бір сұр құс. Ар болмаса, ой болмаса, кеуде деген бір қуыс. Бір тамшы өтірік мұқиттай сенімнен айырады. Елін ойламағанның ерлігі зая, ертеңін ойламағанның тірлігі зая. Қайсы бір жүрек кешірімді болса, тыныш өмір сүреді. Тағдырға разы болған жан бақытты ғұмыр кешеді. Алланы әрдайым мадақтап жүрген адам таңды жылы жүзбен атырады. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлыт шалса, іздеп таба алмайсың. Бір ауыз сөз жүректің дәрігері, бір ауыз сөз жүректің әбігері. Бидайдың кеудесін көтергені дақылының жоқтығы, жігіттің кеудесін көтергені ақылының жоқтығы. Уәдені орындаудың ең дұрыс жолы уәдені бермеу. Көркем сөйлей алудың құпиясы артық сөзден бас тарту. 3 алтын қағида. Ашулы кезде жауап қайтарма. Қуанышты кезде уәде берме. Мұңайған кезде шешім қабылдама. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрсемен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақмақшылық. Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес. Сүрінгенмен бүлінгенді сөз етпе. Сен де тұрсың, мен де тұрмын кезекте. Өзі қиналғанда емес, сіз қиналғанда жаныңыздан табылатын жандарды бағалаңыз. Көп тыңда, аз сөйле. Сөзіңнің артынан ісіңмен үлгеруге жаныңды сал. Той деп шашылды, ас деп шашылды. Ар, білім деп дәулет шашарға қай қазақтың қайраты жетеді. Кісінің бір айыбын маған айтқан адам, менің 100 айыбымды кісіге айтады. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Жақсы болсаң жердей бол, бәрін шыдап көтерер. Таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетірер. Үйдің жылы суығын қыс түскенде білерсің. Кімнің алыс жақынын іс түскенде білерсің. Адам баласы досының дінінде болады. Сондықтан да әр қайсың кіммен дос болып жүргеніне мұқият қарасын. Сіз басқаларды өзгерте алмассыз, бірақ өзіңізді өзгертіп, өзгелерге үлгі бола аласыз. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес
өлгенше. Жақсы адам қартайса, ақ сақалды абызға айналады. Жаман адам қартайса, піспей қалған қауынға айналады. Жігітті кедейлікке апаратын үш тамыр: желкедегі қырсықтық, шынтақтағы маубастық, құйрықтағы жалқаулық тамырлары. Кейбір адамдар бар, түсіну үшін емес, жауап беру үшін тыңдайды. Ақылды ойлап түйгенін айтады, ақылсыз шала-пұла білгенін айтады. Өспес елдің айтары өсек, ермегі төсек болар. Ерінбей еңбек ету үшін ең бастысы өзіңді жеңу керек. Бір адамға бола, бірен саран адамға бола, халыққа тіл тигізу ақымақтық. Көргенді кісі көргенін айтар, көргенсіз кісі бергенін айтар. Екі жақсы қосылса, айрылысуға қиыспайды. Екі жаман қосылса, кең дүниеге сыйыспайды. Сырыңды ешкімге алдыртпа, екі елі аузыңа симаған сөз өзгенің 32 тісінің арасына тіптен симайды. Жамандасын сен, бірақ жамандама, Алла сенің қорғаушың алаңдама. Тырнағыңның астынан кір іздейді, тырнағыңа татымас адам ғана. Пайда келтіре алмасаң, зиян тигізбе, қуанта алмасаң, ренжітпе. Әр қиыншылықтың артында бір қуаныш бар. Тек үміт үзбеңіз, иншалла. Аузыңнан шыққанша сөз сенің тұтқының. Аузыңнан шыққан соң сен сөзіңнің тұтқынысың. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше. Ит мені қаптекен деп, мен оны қапсам, адамдық аузымнан не қасиет қалды? Адалдық қымбат сыйлық, оны арзан адамдардан күтудің қажеті жоқ. Иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі, бөріге қой алдырмас ердің ері. Таяқты қатты ұстап қойшы тұрса, жоламас ешбір пәле шайтан пері. Құрметті оқырман, даналарымыздың алтынға тең нақыл сөздерін тыңдап, каналыма тіркеле кетіңіз. Ұнаса достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіп қоюды да сұранамын. Алдағы уақытта каналымнан сіздер үшін пайдалы ақпараттар, нақыл сөздер, ғибратты әңгімелер көптеп шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.